Қайырлы күн, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сіздің алдыңызда сөйлеу мен үшін өте үлкен мәртебе, өте үлкен құрмет. Алдыңыздағы видеоролик менің жұмыстарымның бір бөлігі. Осы шығармашылығының көмегімен қалай биік белестерді бағындырғанымды сізге айтып бергім келіп тұр. Мен негізі қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бірақ ішкі қалауым, жан дүнием осылай шығармашылыққа үнемі тартып тұрды. Сөйтіп бірнеше жыл бұрын өстіп блогымды бастаған кезде бұндай дәрежеге жететінімді білмедім. Өстіп блогымды бастай келе қаралым жиналып, өстіп Инстаграмның ресми парақшасы байқап, 700 миллион оқырманы бар әлемдегі ең танымал парақшаға осып Қазақстан табиғатын салды. Одан кейін өмірім күрт өзгерді деп айтсам болады. Осылай әлемнің ең мықты брендтарынан ұсыныс түсіп бастады. Тіпті Marvel компаниясының Өрмекші адам трейлерінің тұсаукесерінде бірге ресми жұмыс істедік. Одан кейін DJI компаниясы тұрғын шығаратын ТМД бойынша жалғыз амбассадорым деп айта аламын. Осы қазір Қазақстанды дамыту бойынша жоспарым жақсы орындалып жатыр. Соңғы 3,5 жылдың ішінде 3,5 миллиард қаралым жинадық. Әлемдік жұлдыздармен танысып, оларға Қазақстанды көрсетіп, айтып, тіпті Уилл Смитқа шапан жабу мүмкіндігі берді. Одан бөлек дәл қазір әлемдегі ең танымал 2 саяхатшы блогерді Қазақстанға әкеле жатырмын. Қазақстанды көрсетейін деп жатырмын. Олардың ортақ оқырман саны 100 миллионнан асады. Одан бөлек алдағы уақытта бұйыртса 50 әлемдегі ең танымал дейтін блогерларды Қазақстанға әкеліп көрсеткім келіп жатыр. Біз білеміз, сіздің арманыңыз Қазақстанымыздағы әлемдегі ең танымал державалардың қатарына қосу, ең мықты. Сол үшін жасап жатқан еңбектеріңіз, реформаларыңыз, саяси қадамдарыңыз бізге рухани шабыт береді. Сол әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған блогерларды Қазақстанның табиғатын ғана оларға көрсетпей, сіздің өзіңізбен де жолықтырып, өзіңіздің Қазақстанымызды дамыту бойынша мақсаттарыңызды өз аузыңыздан естісек деп едік. Туризмді осы видеоларды мысалы 3 жылда әлемнің жартысы көрдік деп айтсақ болады. 3,5 миллиард қаралым деген өте үлкен жетістік. Сол бұйыртса әлемнің шет-шетінен блогерларды жинап, әлемнің бүкіл актуалды платформаларында Қазақстан жайлы сөйлесе екен деймін. Одан бөлек әртүрлі тілде, әртүрлі форматта осылай еліміздің рекламасын, жарнамасын әлемге жасағым келіп жатыр. Сіздің қолдауыңыз болса, бұл өте үлкен мүмкін екені кәміл. Сізбен өзіңізбен осы сәтті бір селфимен жасап алсақ, осы табиғаттың фонымен.